Сәлеметсіздер балалар, менің есімім Мармат Жәнібек, мен робототехника пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі біздің сабағымыз карантин кезіндегі жағдайда қалай робот жасау керек. Яғни бүгінгі жасайтын роботымыз базовый робот. Базовый роботты қазір мен қалай құрастыру керектігін көрсетемін. Базовый робот жасау үшін бізге блок керек, 2 мотор керек, 2 шнур керек. Базовый роботты уже біз бастадық. Қалай жасау керек деген. Келесі бізге керегі қызыл деталь керек. Содан кейін келесі бізге керегі сегіздік керек. Сегіздіктен кейін 2 қара деталь. 2 жағына былай қоямыз. Содан кейін үштік керек. Кішкентай 2 көк керек бізге. Әрі қарай бізге келесі детальді былай қоямыз. Төрттік керек. Төрттікті мұнда өткіземіз. Міне біздің бір жақ роботтың, базовый роботтың бір жағы дайын. Келесі бізге кішкентай 2 көк детальді аламыз, мұнда қоямыз былай. Мынаған бұлай жабыстырамыз. Бір жағы дайын, базовый роботтың. Енді маған керегі екінші жағы. Ол үшін тура осылай жасаймыз. Қайталаймыз. Төрттік керек маған керегі. Төрттікті ортаны өткіземіз. Тағы да қызыл деталь керек. Содан кейін тағы да 2 көк керек. Сегіздік керек маған керек деталь. Сегіздік өткіземіз. Қара детальді мұнда өткіземіз. 2 жағына мына жерге. Үштік керек. Үштікті мұнда қоямыз. Келесі 2 көкті аламыз. Біреу мұнда қоямыз. Екіншісін мұнда қоямыз. Келесі деталь 2 көктің орнын мына жерге қоямыз. Енді маған керегі тағы да төрттік керек, төрттікті былай қоямыз. Біздің екінші жағы дайын, енді екеуін бірге біріктіреміз. Былай аламыз да. Үштікті аламыз, мұнда қоямыз. Енді екеуін біріктіреміз осылай. Екеуін осылай біріктіреміз, міне. Бірікті, келесі әрекет бізде астын бекітеміз былай. Ол үшін 2 көк детальді аламыз. 2 жағынан былай өткіземіз. Келесі бізге енді блокты қою керек. Блокты қою үшін қарадан 4-еу қоямыз. 2-еу мұнда. Екеуі мұнда. Келесі әрекет бізге енді блокты үстіне қою керек. Ол үшін блокты аламыз да, тура мына қараның үстіне былай қоямыз. Міне, блок қойылды. Енді блокты қозғалтпау үшін бізге мынандай деталь керек. Бұны қалай қоямыз? Ол үшін бізге көктен біреу керек. И қара деталь. Бұлай қоямыз. Мен терістеп қойдым. Келесі жағы
тура сол сияқты қараны астына қоямыз, көкті үстіне қоямыз. Мына детальді қайтын аламыз и былай өткіземіз былай. Так, енді бізге керегі дөңгелек. Екі дөңгелекті аламыз да, екі жақ сегіздікте өткіземіз былай. Екіншісіне былай. Дөңгелектер дайын, енді бізге арт жаққа көтеріп тұру керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін бізге мынау керек, мына деталь керек. Так. Оны құрастыру үшін үштікті аламыз, өткіземіз. Көкті аламыз, өткіземіз. Так. Мынаны аламыз да, мында қоямыз. Екіншісі тағы да бір қызылды аламыз. Былай өткіземіз. Былай өткіземіз. Былай. Арт жақтың көтеру үшін былай қоямыз. Енді біздің роботты жүргізіп қозғалту қане қалды. Ол үшін бізге шнур керек, жіп керек. Жіпті аламыз, моторға қоямыз былай. Қойдық, астынан өткіземіз де блоктың С әрпіне қосамыз. Келесі тура сол сияқты моторға өткіземіз, астынан өткіземіз былай шнурды. И және В әрпіне қосамыз. Міне. Біздің базовый робот дайын. Келесі әрекет біздің жасаған роботымызды тексеріп көреміз. Құрметті балалар, оқушылар, карантин кезінде базовый роботты қалай жасау керектігін көрсеттім. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңдар.